Бүгін біз қожеле манты жасаймыз. Оған әуелі нанымызды басып аламыз. Ұнымызды елеп аламыз. Енді жұмыртқамызды қосамыз. Енді суымызға тұз қосамыз. Енді суды қосамыз. Міне нанымыз дайын. Бір 10 минутке қалдырамыз. Енді салмасын дайындаймыз. Етке пияз қосамыз. Енді тұз саламыз. Енді бұрыш саламыз. Енді араластырамыз. Міне нанымыз дайын. Ии қанды. Енді бастаймыз. Қожелейдің наны дайын, міне кесеміз. Міне қожелей мантымыз дайын болды. Енді пісіруге қоямыз. Қалай пісті екен? Өте дәмді, керемет. Жұмсақ, түске жұмсақ үлкен адамдарға. Аналарыңызға істеп беріңіздер, аталарыңызға. Өте дәмді. Балаларға тамаша.